Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі енді өте керемет, ерекше болып шығатын котлеттің рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бұл котлеттің ерекшелігі гречкадан жасалатын болады. Көбіне котлетті тауықтың етінен, фарштан, әртүрлі еттерден дайындап көрдім. Осы гречкадан жасалған котлеттің жасалуы өзіме қызық болғандықтан бүгін дайындап көрейін деп жатырмын. Неге осылай су құйғаннан кейін жарты сағат орташа отта ұстасаңыздар дайын болады. Енді отымыздың астын сөндіріп, қазанымыздың қақпағын ашып суытуға қоямыз. Котлетіміздің дәмі ерекше болу үшін тұздығын дайындап аламыз. Ол үшін бізге керек болады бір сәбіз, жуа және де 4-5 сарымсақты қоссаңыздар болады. Енді теркіміздің үлкен жағымен сәбізіміздің барлығын өткізіп шығамыз. Сарымсағымызды да дәл осылай жіңішке жағымен өткіземіз. Енді жуамызды ыңғайлы қылып, кубиктап турап шығамыз. Неге барлығын дайындап алдық, енді табамызды отқа қойып, ішіне аздап май құйып, қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін жуамызды саламыз. Оның үстіне сәбізімізді және де сарымсағымызды қосып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Дәміне қарай аздап тұз қосамыз. Неге біз тұздығымызды дайындап алдық, енді котлетімізді жасап бастаймыз. Суып тұрған гречкамыздың үстіне подливымызды саламыз. Оның үстіне 4 жұмыртқамызды жағып саламыз. Міне барлығын дайындап алдым. Енді ең керектісі осындай блендермен барлығын езіп аламыз. Мен қоспамның арасына бұрыш қосуды ұмытып кеткенмін, сондықтан да аздап бұрыш қосып жіберемін. Бізге осындай панировочный сухарик, яғни кептірілген нан да қажет болады. Оны да бір ыдысымызға салып дайындап аламыз. Неге енді котлеттеріміздің формасын жасаймыз. Формасын өздеріңіз әртүрлі қылып жасауға болады. Мен осылай үлкен көлемде жасайтын боламын. Барлығын осылай панировочный сухарикке аунатып аламыз. Неге барлық котлеттерімізді дайындап алдық. Енді табамызға май құйып, барлығын қуырып алатын боламын. Неге қараңыздар, біздің котлеттеріміз дайын болды. Дәмі өте ерекше, еттен жасалған котлеттен ешқандай да айырмашылығы жоқ. Видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.